қалған қаламызда көшелері берілген аталарымыз бар, қаһарман аталарымыз бар. Атын айтып өтсек, жаңа міне Гүлмира ханымның атасы Сұрағанов атамыз бар, Қанаш Қамзин бар деген сияқты басқа да көптеген аталарымыздың аттары бүгінгі күнде жастарымыздың барлық өзінің жерлестеріміздің есінде, олар білет кім екенін. Десек те, соғыс жылдарында қаһарман жауынгерлердің аты аталмаған да аталарымыз бар бүгінгі күнде. Бұл енді атап айтсақ, жерлесіміз Баян ауылдық Молша Ақсақал, Торайғыр ауылының тумасы Александровка ауылының өзі қаражатына барлық дүниесін, барын малын сатып, сберкасса болды бұл кезде одақты заманында. Сол жерге барып өзі қаражатын салып, соғысқа көмек көрсеткен екен. Одан кейін Сталиннан хат бар, Баян ауданына келген. Сол кісінің қаражатына бір танк салынған екен соғысқа деген. Одан қала берді Бексұлтанов Айдархан деген барлаушы гвардия капитан, Ертіс ауданының тумасы. Латвия республикасында сол жерде қаза тауып, сол жерде жерленген екен. Ұлы емес, немересі әділ қауіпсіздік комитетінің ардагері бүгінгі күнде өзі Ресей Министерство оборонасы сол жақтан сұраныс жіберіп, сол жақтан жауабын алып, сол жерден атасынан жерленген жерін біздің Қазақстан консульство арқылы тауып алып, басына барып тас орнатқан. Сол жерде барған кезде Латвия елінде бір ауылдық жерде мектеп бар болған екен. Совет үкіметінің кезінде Бексұлтанов Айдархан атамыздың атында сол жерде мектеп болған екен. Ол кісі жаңа барлаушы болғандықтан, ол жерде сіздер енді әскери адамдар білесіздер, барлаушы болған кезде мынау қақтығысқа кірісіп кетпей, олардың шаруасы жаңағы барып, барлап, ақпаратты жинап, қайтып келіп, ақпаратты жеткізу штабқа. Десек та, бір оқиғада шыдай алмай, ол кісі соғысқа кіріп кеткен екен. Сол жерде бір қоран ішіне қамап, немістер адамдарды өртеп жатқан кезде, ол кісі шыдай алмай, жаңа өзінің ротасымен, взводымен барып соғысып, құтқарып алып қалған екен. Одан кейін бейбіт заманда сол ауылдағы мектепке сол Бексұлтанов Айдархан атамыздың атын берген екен. Отаншылдық